сәбилерді отбасына аистер әкеледі деген аңыз бар. Ал кейбіреулер мұны жай ғана балаларға арналған ертегі дейді. Бірақ олар қаншалықты қателесетінін білсе ғой. Қайырлы таң әріптес, бүгін қандай тапсырыстарымыз бар? Қайырлы таң, жаңа ғана бір жаңа тапсырыс келіп түсті. Қане көрейікші, бұл жолы бізді кімдер күтіп жүр екен? Роман мен Айдана, керемет! Бұл әдемі жұп есіңде ме? Әрине! Оларды қалай ұмытайын? Онда бәрін басынан бастап қайта қарап шығайық. Неткен әдемі жұп? Махаббат деңгейі 100%. Мұндай жұпқа кішкентай бақыт жібермеу мүмкін емес еді. Есіңде ме? 2021 жылы олардың алғашқы тапсырысы келді. Әрине, алғашқы сәби әрқашан ерекше. Ұл ма, әлде қыз ба? Бұл әдемі жұптың алғашқы бақыты кішкентай ханшайым болсын. Осылайша 2021 жылы Роман мен Айдананың өміріне алғашқы үлкен бақыт Асылым келді. Қараш, көп уақыт өтпей тағы тапсырыс келіпті. Асылымға бірге ойнайтын серік керек сияқты. Бұл жолы іні жібереміз бе? Меніңше оған ең жақын құрбы болатын сіңлі жіберейік. Екі кішкентай ханшайым ба? Иә, олар өмір бойы бір-біріне серік болады. 2022 жылы Асылымның өміріне сіңлісі әрі болашақтағы ең жақын құрбысы Медина келді. Екінші қызды жіберген сен едің ғой? Бірақ шығармашылық қабілеттері осыншалықты болады деп кім ойлаған? Отбасы үшін еңбек етуге Ресейге кетеді. Кейде 3 ай, кейде 6 ай үйінен жырақта болады. Бұлар үйде отыруды мүлдем білмейді екен ғой. Роман бірнеше айдың қызығын бірнеше күнге сыйғызуға тырысатын сияқты. Міне, бүгінгі тапсырыстың себебі осы екен ғой. Роман мен Айдананың отбасы тағы да толықпақ. Тағы бір кішкентай ханшайым ба? Әлде екі әпкесінің кішкентай інісі ме? Бұл жолы шешімді біз қабылдамайық. Бәрін тағдырдың өзіне қалдырайық.